Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері. Наурыз айының 1-нен бастап республика көлемінде барымта жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Қарағанды облысында мал ұрлығының алдын алу бойынша қандай ауқымды іс-шаралар жүргізілуде? Бұл туралы облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары полиция полковнигі Әбілдин Әбіл Қалиақпарұлы мәлімдеме жасайтын болады. Әбіл Қалиақпарұлы, сөз кезегі өзіңізде. Алғашқы 3 күнде полиция қызметкерлерімен мал ұрлығын 9 фактісін жасаған 8 мал ұрлығы ұсталынды. Бұрын жасалған 14 қылмыс ашылып, 11 мал ұрлығын жасаған 2 қылмыстық топ ұсталынды. Мәселен, ауқымды жұмыстардың нәтижесінде 2020-2021 жылы Шет ауданында атып алу арқылы мал ұрлығын жасаған қылмыстық топтың жұмысына нүкте қойылды. Жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 2.400.000 теңге. Тінту жұмыстары барысында күдіктілердің тіркелмеген қаруы және айғақ заттары тәркіленді. Сондай-ақ 2021 жылы Ұлытау ауданының ірі қара мал ұрлаған 2 адамнан тұратын топ ұсталынып, олар жәбірленушіге 3 миллион теңге көлемінде шығын келтірген. Барлық фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің мал ұрлығы бабына сәйкес іс қозғалды. Аталған баптың санкциясына сәйкес күдіктілерге дүние мүлкінің тәркілену арқылы 3 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Айта кету керек, мал ұрлығын алдына алу және жол кесу мақсатында облыстық және республиканың маңызды тас жолдарында 21 блок бекеті қойылды. Жоғалып кеткен 90 мал табылып, иелеріне қайтарылды. С 1 марта на территории Карагандинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие республиканского значения «Скотократ». Только за первые дни операции задержано 8 скотокрадов, в которых совершено 9 краж скота. Раскрыто 14 ранее совершенных преступлений. Задержаны и завлечены 2 преступные группы, которыми совершено 11 краж скота. Пресечена деятельность группы лиц, совершавшие кражи в Шестском районе в 20-21 годах. Способ совершения краж – это отстрел скота. Общая сумма ущерба 2 400 000 тенге. В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъято огнестрельное оружие и вещественные доказательства. В Ултавском районе нашей области задержана группа из 2 человек, которая в ноябре 2021 года совершила кражу крупнорогатого скота на общую сумму 3 миллиона тенге. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 188 прим. 1 скотокрадство, санкции которой предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Необходимо отметить, что для противодействия скотокрадству на автодорогах республиканского и областного значения выставлены 21 мобильных блокпостов. В настоящее время найдено и возвращено владельцам 90 голов скота, ранее числившихся пропавшими.